Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биология сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы өсімдіктерде макроэлементтердің азот, калий, фосфор тапшылығы. Тыңайтқыштар органикалық және минералдық. Бүгінгі сабақта өсімдіктерде макроэлементтердің азот, калий, фосфордың өсімдіктер үшін маңызын анықтаймыз. Өсімдіктерде кез келген тірі организмдер сияқты тіршілік ету үшін қоректенеді. Қоректену дегеніміз бұл өсімдіктердің қоршаған ортадан неорганикалық заттарды сіңіруі, оларды өзгертуі және тыныс алу, өсу, көбею кезінде пайдалануы. Өсімдіктердің қоректенуі екі жолмен жүреді. Бірінші ауалық фотосинтез, екінші топырақтық минералды жолмен қоректенеді. Өсімдік ауамен қоректену кезінде ауадағы көмір қышқыл газын сіңіре отырып, фотосинтез процесінің нәтижесінде органикалық зат түзеді. Екінші топырақпен қоректену кезінде өсімдіктер тамыр жүйесі арқылы топырақтағы ерітінділерді жұтып, өзіне қажетті су мен минералды заттарды сіңіреді. Бұл өсімдіктің топырақпен қоректену түрі болып табылады. Өсімдіктердің қорегіндегі ең басты элементтер азот, фосфор және калий болып табылады. Тыңайтқыштар органикалық және минералды болып екіге бөлінеді. Органикалық тыңайтқыштарға құс саңғырығы, шымтезек, қый, қарашірік жатады. Ал минералды тыңайтқыштарға фосфор тыңайтқыштары, азот тыңайтқышы, калий тыңайтқыштары және микротыңайтқыштарды жатқызады екенбіз. Азот тыңайтқышы. Өсімдікте азот жеткілікті болғанда, өсімдіктің жер үсті өркендерінің өсуі күшейеді. Сабақтары жуандап, жапырақтары қою жасыл түсті болады. Ал егерде өсімдікте азоттың жетіспеушілігі байқалса, онда өсімдіктің өсуі баяулап, ескі жапырақтары сарғая бастайды. Сабақтары жіңішкеріп, жапырақтарының шеті ширатылады. Төменгі жағында орналасқан жапырақтары ал қызыл және ашық сары түске боялады. Фосфор тыңайтқышы. Өсімдікте фосфор жеткілікті болғанда, өсімдіктің жемістерінің салмағына, мөлшеріне әсер етеді екен. Жемістердің пісіп жетілуін жылдамдатады. Өсімдіктің суыққа төзімділігін арттырады екен. Ал егерде өсімдікте фосфор жетіспейтін болса, онда өсімдіктің жапырақтарында дақтары пайда болады. Сабағы мен жапырағының өсуі баяулайды. Гүлдеуі, жеміс пен тұқым беруін тоқтатады екен. Калий тыңайтқышы. Өсімдікте калий жеткілікті болғанда, өсімдіктердің тамырына, түйнектеріне және пиязшықтарының өсуіне жағдай жасайды. Өсімдіктің суыққа төзімділігін арттырады. Өсімдікте калий жетіспесе, өсімдіктің тамырлары, түйнектері мен пиязшықтары баяу дамиды. Жапырақтарының жиегінде күйік тәрізді қоңыр дақтар пайда болады екен. Ал оқушылар, мына суретке назар салайықшы. Жаңа біз айтып кеткен азот, фосфор және калий тыңайтқыштарының өсімдіктің қандай мүшелеріне әсер ететінін тағы бір атап өтейікші. Азот тыңайтқышы өсімдік сабағының жуандауына, жапырақтарының қою жасыл түсті болу үшін маңызы зор екен. Фосфор тыңайтқышы өсімдік жемістерінің пісіп жетілу үшін қажет екен. Калий тыңайтқыштары өсімдіктердің тамырына, түйнектеріне және пиязшықтарының өсуіне жағдай жасайды екен. Оқушылар, есімізде сақтайық. Топырақта қандай да бір жетіспейтін элементтерінің орнын толтыра отырып,
тыңайтқышты мөлшерден артық енгізуге болмайды. Артық мөлшердегі тыңайтқыш өсімдіктің өсуіне зиян келтіруі мүмкін екен. Бірінші тапсырма. Берілген тыңайтқыштарды кестеге толтырамыз. Дұрыс жауаппен тексерейік. Тыңайтқыштардың екі түрі бар екен: органикалық және минералдық. Органикалық тыңайтқыштарға құс саңғырығы, көң, қи жатады екен. Минералды тыңайтқыштарға азот, фосфор, калий жатады екен. Сендер тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп білемін. Екінші тапсырма. Дұрыс жауаптардың номерлерін 3 бағанға бөліп жазамыз. Бірінші бағанда азот тыңайтқышы, екінші бағанда калий тыңайтқышы, үшінші бағанда фосфор тыңайтқышы. Бірінші, тамырының, пиязшықтың, түйнектің өсуін арттырады. Екінші, сабақтар мен жапырақтардың өсуін тездетеді. Үшінші, жемістердің массасын арттырады. Төртінші, өсімдіктің суыққа төзімділігін арттырады. Бесінші, жемістердің пісуін тездетеді. Алтыншы, сабақтары жуандап, жапырақтары қою жасыл түсті болады. Міне осы сұрақтар қай бағанға сәйкес келетінін номермен жазып шығайық. Дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Бірінші бағанда азот тыңайтқышы, екінші және 6 номердегі сұрақтарға жауаптары сәйкес келеді екен. Екінші бағанда калий тыңайтқышы, бірінші және 4 бағандағы сұрақтарға сәйкес келеді екен. Үшінші бағандағы фосфор тыңайтқышы, үшінші, 4, 5 номердегі сұрақтардың жауабымен сәйкес келеді екен. Оқушылар, сендердің жауаптарың дұрыс болды деген үміттемін. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз өсімдіктердің қорегіндегі ең басты элементтер азот, фосфор және калийдің өсімдіктер үшін маңызын білдіңіздер. Тыңайтқыштардың түрлерімен таныстыңыздар. Сау болыңыздар, оқушылар.